Менің есімім Абайұлы Аймырза, мен Жаңақала ауданы Көкжасар ауылының тумасымын. Өздерің білетіндей, Жаңақала мектеп гимназиясының түлегімін, және де мен қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студентімін. Бала күнімнен бастап тіл мен әдебиетке деген қызығушылығым сондай бір ерекше болды. Мен де сендер сияқты 5-ші сыныптан бастап өзіміздің осы төл әдебиетімізді оқып, сонымен сусындап өстік. 9-шы класста Жаңақала мектеп гимназиясының табалдырығын аттаған кезде маған Жанайдар Болатбекұлы деген ағайым сабақ берген болатын. Жалпы мен Жанайдар ағайдың жанында жүріп, сондай бір көп нәрселерді үйрендім деп айта аламын. Ол маған қалай өлең шығару керектігін, жалпы қандай шығармаларды оқу керектігін, ағайдың жанында жүріп мен мысалға кітап оқуды үйрендім деген сияқты. Қазіргі таңда осы тіл мен әдебиеттің саласында, яғни қазақ филологиясы мамандығы бойынша өзім ұнататын мамандықта білім алып жатырмын. Сендерге де айтарым, тіл мен әдебиетті оқыңдар, одан ештеңе жоғалтпайсыңдар. Айтады ғой жаңағы, тілін жоғалтқан жұрт өзін де жоғалтады дейді ғой. Сондықтан біз әдебиет пен тілді біз оқымағанда басқа ешкімге керек емес біздің әдебиетіміз бен тіліміз. Сендерге де айтарым осы, ағай айтқан нәрсенің барлығына қатысыңдар деймін. Қазақ тілі бұл біздің ана тіліміз. Яғни біздің тіліміз бен әдебиетіміз өзімізден басқа ешкімге керек емес. Қазіргі таңда тіл мен әдебиетті жетік меңгерген, яғни сауатты мамандар бізде өте аз. Яғни қазір бұл мамандықтың сұранысы да, қажеттілігі де жоғары. Мен сені сол мамандардың қатарынан күтемін.